Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы адам гемоглобині мен миоглобиннің құрылысы мен қызметі. Сабағымыздың мақсаты гемоглобин мен миоглобиннің құрылымын сипаттау және олардың қызметтері арасындағы өзара байланысты түсіндіру. Бағалау критерийлері: адамның ересек және ұрық гемоглобині үшін оттегіге қатысты диссоциациялау қисықтарын сипаттай алады. Миоглобиннің ересек адамның және ұрықтың оттегіге қатысты диссоциация қисықтары арасындағы айырмашылықты салыстырады және түсіндіреді. Балалар, бұл сабақта адам гемоглобині мен миоглобиннің құрылысын және қызметін оқып үйренесіңдер. Адам гемоглобині мен миоглобиннің құрылысын және қызметін салыстырып талдай алатын боласыңдар. Балалар, сендер білесіңдер ме? Гемоглобин деген не? Ол неден тұрады? Оның құрылысы атқаратын қызметімен қалай байланысқан? Миоглобиннің қандай ерекшеліктері болады? Ол қайда орналасқан, ол қандай қызмет атқарады? Жақсы балалар, осы тақырыбымызды ашу үшін келесі бейнематериалға назар аударайық. Гемоглобин – это сложный белок, который входит в состав эритроцитов и придает крови красный цвет. Состоит из двух частей – крупной белковой молекулы глобина и соединения железа – гема. Именно атомы ион железа, то есть гема, и придает крови ее цвет. Гемоглобин участвует в процессе транспортировки кислорода и углекислого газа в организме, поскольку легко вступает в связь с кислородом. Гемоглобин забирает из легких кислород, отдает им углекислый газ и доставляет кислород к каждой клеточке тела человека. Содержание гемоглобина в крови у мужчин и у женщин разное. У представителей сильного пола он выше, а у ребенка до 1 года вообще пониже. У мужчин в норме содержание гемоглобина в крови должно быть 130-160 грамм на литр, а у женщин 120-140 грамм на литр. Повышение или наоборот понижение гемоглобина – это своеобразный сигнал организма, что возникли определенные проблемы в здоровье. Поэтому анализ крови на гемоглобин – необходимый этап диагностики различных заболеваний. Оттегіге қатысты диссоциация қисықтары гемоглобиннің оттегімен байланысу беріктігін көрсетеді. Оттегі ағзаға қызылқан жасушалары арқылы тасымалданады. Оның құрамында оттегімен байланысқан ақуыз гемоглобині бар. Гемоглобиннің әрбір молекуласы 4 полипипедтік тізбектен құралған глобиндер, басқаша айтқанда төрттік құрылымды тетрамера болып келеді. Әрбір глобин тізбегі мономер өзінің пигменті мен гем тобымен байланысады. Қанға қызыл түс береді. Эритроциттер оттегіне өкпеден бұлшық тамырларынан көмірқышқыл газын алып, өкпеге апарады. Бұл гем деп аталатын ерекше ақуыз көмегімен жүзеге асырылады. Гемге оттегі молекуласы қосылады, ол гемоглобин бөлігі. Жалпы гемоглобин 96% нәруыз гемоглобиннен, 4% темір атомы бар гемнен тұрады. Тыныс мүшелері оттекті ұлпаларға, ал көмірқышқыл газы ұлпадан тыныс алу мүшелеріне тасымалдайды. Гемоглобин адамның қанының қызыл пигменті. Тыныс мүшелерінен оттекті ұлпаларға, ал көмірқышқыл газын ұлпадан тыныс мүшелеріне тасымалдайды. Гемоглобин жетіспесе, анемия ауруы пайда болады. Гемоглобиннің қалыпты жағдай нормасы әйелдерде 120-150 грамм литр, ер адамдарда 130-160 грамм литр болады екен. Егер гемоглобин мөлшері шектен тыс көп болса, қан қоюланып, жүрек қан тамырлары ауруларына шалдығады. Құрамында гемоглобина бар азық-түліктер бауыр, ет, тағы басқа азық-түліктерде болады. Гемоглобин қанның қызыл жасушалары эритроциттердің құрамында болады. Сонымен балалар, бейнематериалымыздан көргендей, гемоглобин дегеніміз не екен? Эритроциттер тіршілік ұзақтығы шамамен 120 күн. Содан кейін олар көк бауырда немесе бауырда бұзылады. Қоршаған ортада оттек концентрациясының төмендеуі қандағы гемоглобин мен эритроциттер санының артуына соғады. Ағзаның бейімделгіш маңызы артады.
Сонымен қатар балалар, гемоглобин оның химиялық құрамына, гемоглобиннің қызметіне келетін болсақ, балалар, акциогемоглобин оттектің қоры, оттекті митохондриядағы тыныс алу тізбегіне береді. Дене шынықтыру кезінде миоглобиннің мөлшері көбейеді. Диагностикалық маңызы жүрек инфаркты кезінде 3-4 сағат өткеннен кейін қандағы миоглобиннің мөлшері 10-20 есе жоғарылайды екен. Гемоглобин мен миоглобиннің айырмашылығына келетін болсақ, балалар, гемоглобин оттегін қанда тасымалдайды екен, ал миоглобин оттегі бұлшықетке тасымалдайды немесе сақтайды. Миоглобиннен айырмашылығы эритроциттердегі гемоглобиннің концентрациясы өте жоғары. Басында гемоглобин оттегі молекулаларын оңай байланыстырады және соңғы уақытта қаныққан болады. Бұл байланыстыру процесі гемоглобинге қарағанда миоглобинде өте тез жүреді екен. Гемоглобин миоглобиннен айырмашылығы оттегінде көмірқышқыл газында байланыстарды және түседі. Келесі балалар, енді тапсырмамызға келетін болсақ, бірінші тапсырмамызға қарайық. Гемоглобин мен миоглобиннің салыстырады және мәліметтерді кестеге толтырасыздар. Бұл жерде дескрипторды ескересіздер. Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша миоглобин мен гемоглобиннің құрылысы мен қызметі туралы анықтай алады. Екінші тапсырмамызға қарайық. Бұл жерде график сызығын талдайсыздар және төмендегі қосымша ақпаратты қолданып сұрақтарға жауап бересіздер. Бұл жерде де дескрипторды ескересіздер. Келесі тапсырмамызға назар аударайық. Гемоглобин, ген, глобин, акциоглобин, миоглобин ұғымдарына анықтама бересіздер. Суреттерге қарап анықтайсыздар. Жақсы балалар, тапсырмамыз түсінікті болды. Енді ізденіс жұмыстарын жасаймыз және осы тапсырмаларымызға кері байланыс жасайық. Арқартай. Үй тапсырмасы балалар. Экрандағы сілтемелерге қарап, ізденіс жұмыстарын орындайсыздар.